Корзинаны бастау үшін бізге мынандай 4 трубочканы былай және 4 трубочканы былай осылай айқастырып қоямыз. Трубочкаларымыз неге жұмсақ болу керек, сәл ызғар болу керек, сонда ол жақсы майысады. Енді менде мынандай мастер клей деген клей, неге осы клейден азғантай жағамын. Бұл 2 трубочканы біріктірген кезде жабысып қалу үшін, алынып қалмас үшін. Трубочканы дал ортадан, неге біріктірген жері мына жерде біз сәл былайлау, былай майыстырамыз. Сосын неге мына 4-еуін бірге осылай алып аламыз. Осылай алғанда неге мынаның 2 жағында. Енді осыны осы жерге былай қоямыз дал ортасына. Сосын міне астында тұрған мына трубочканы былай үстінен әкелеміз. Мына осы жерде қалады. Үстінде тұрған мына трубочканы мынаны көтеріп тұрып былай аламыз. Енді міне үстінде тұрған барлық уақытта астында болады. Сол үшін мынаны былай көтереміз, осы жерден астына өткіземіз. Ал астында тұрғанды көтереміз де үстіне өткіземіз. Және солай қайталаймыз. Мынаны көтеріп тұрып астына өткіземіз үстінде тұрғанды, ал астында тұрғанды үстіне өткіземіз. Бір қатарды біріктірдік. Енді біз мына корзиналарды 2-ге бөлеміз. Мынаны былай, мынаны. Енді мына трубочкамыз кішірейіп қалды. Клейді жағамызда біз басқа кіргіземіз. Енді мынау былай, мынаны былай астынан, былай мынаны үстінен. Енді мынаны былай бөлеміз. Астынан келгенді үстіне, былай мына жерден бөлеміз. Ал үстінен келгенді астына. Енді мына жерде де бізде трубочкамыз кішірейіп қалды. Бұған басқа трубочканы кигізу керек. Ол үшін біз мықты болу үшін бұлай. Мынау неге жан жаққа ашылу керек. Енді мына жерде бөлеміз. Астынан келгенді үстіне. Мынаны былай қайырамыз. Ал үстіне келгенді астына. Неге біздің мына астындағы трубочкаларымыз уже жан жаққа жайыла бастады. Енді келесі үстіндегі барлық уақытта бірінші үстіндегін, одан кейін астындағын. Соны ұмытпасаңыздар, неге үстінен кеп тұр, біз оны былай. Үстіндегін, одан кейін барып астындағын. Үстіндегін астына, одан кейін барып астындағын үстіне. Осылай жалғастырамыз. Үстіндегін астына,
астындағын үстіне. Неге осылай айналдырып жасай береміз. Орын ашып аламыз. Клей жағамыз. Енді бара жатып біз осылай жасап кете береміз. Мынандай суши таяқшасын алып тұрып, не былай кеңейтіп аламыз. Мен аны былай ұшқыр қылып қиып тұрып,